Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін қолжетімді ингредиенттерден пицца жасау әдісін ұсынамын. Өте оңай, тез, бірақ өте дәмді. Қажетті ингредиенттерді төменге көрсетіп кетемін. Қамыр үшін алдымен суымызды аламыз. Суымызға қант, тұз және ашытқы қосамыз. Меншікпен араластырып аламыз. Кейін ұнымызға құямыз. Мен ұнды алдымен дайындап алдым. Менде 350 грамм ұн. Ұнымызға сұйықтықты құямыз. Кейін сұйық майымызды құямыз. Жақсылап тұрып қамыр илейміз. Қыздар, егер де жұқа пицца ұнататын болсаңыздар, онда бұл мөлшердегі қамырдан 2 пицца жасауға болады. Яғни бір бөлігін бүгін жасап, екінші бөлігін мұздатқышқа қойып қойға болады. Сосын кез келген уақытта шығарып, жібітіп, пицца жасай бересіздер. Бірақ біздің үйде сәл қалыңдау жақсы көреді, сол себепті мен осы қамырдан бір пицца жасадым. Қыздар, қамырымыз дайын болып шықты. Тек артық ұн қоспаймыз, осы мөлшердегі ғана ұн. Енді жылы жерге 30 минутқа қойып қоямыз көтерілуі үшін. Қыздар, енді қоспасын дайындап аламыз. Ол үшін колбасаны дөңгелек етіп тураймыз. Мен бұл видеода колбаса сырым қолдандым. Сіздер қалаған түрін қолдануларыңызға болады. Яғни енді ірімшік, яғни сырды өткізгіштен осылайынан өткіземіз. Оны да дайындап, өткізіп дайындап қоямыз. Ірімшіктің, яғни сырдың кез келген түрін қолдануға болады. Менде үйде қай түрі болды, сол түрін қолдандым. Енді соус дайындаймыз. Мен ең жеңіл түрін алдым, яғни 3 қасық майонезге 3 қасық кетчуп қостым. Әртүрлі соус жасауға болады, бірақ мен үшін ең жеңілі осы. Және де паприка қостым. Паприка міндетті емес, қалауларыңыз бойынша көз мөлшерімен мен аздап қостым. Араластырып, соусымызды дайын болып шықты. Енді қыздар, противинді аламыз. Үстіне азғантай ғана ұн себелейміз. Осының үстіне бағанағы қамырымызды қолмен емес, ыдысымыз арқылы осылай төңкереміз. Дәл видеодағыдай. Үстіне азғантай ғана ұн себеміз, жұмыс істеуімізге ыңғайлы болу үшін. Кейін осы қамырымызды қолмен жазып шығамыз. Ешқандай оқтаудың қолданудың қажеттілігі жоқ. Қолмен соза берсеңіздер, ол өзі қамыр осылай тартыла береді. Қажетті формада жасап аламыз. Үстіне соусымызды саламыз. Мен әрқашан пицца дайындағанда осы мөлшерде дайындаймын. Сол себепті осы мөлшерде 3 қасық майонез бен 3 қасық кетчуп, бір қамырға жеткілікті. Кейін қамырдың үстіне ірімшік, яғни сыр, соны себеміз. Ірімшіктің үстіне колбасамызды қойып шығамыз. Жалпы қоспам дайын болған кезде, соусым дайын болған кезде және қамырым көтеріліп дайын тұрған кезде мен духовканы 210 градусқа ысытып қоямын. Пиццаны 210 градуста бір 20 минутке қоямыз. Одан көп емес, 20 минуттен көп емес. 20-15 минуттың ішінде пицца тез піседі. Өте жылдам дайындалады. Міне жалпы менде 20 минуттың ішінде осындай болып шықты. Өте дәмді болып шығады, өте жеңіл. Мен бұл пиццаны әрдайым осы рецепт бойынша дайындаймын. Сондықтан да мен үшін бұл идеальный пицца. Және де өте қолжетімді ингредиенттер арқылы жасалады.